Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге езілмей өте дәмді болып пісетін пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видео соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды, одан соң ортасын ашып, 1 шай қасық тұзды саламыз. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз, және де оның үстіне 4 ас қасық сұйық майды құямыз. Енді кішкене қасықпен араластырып алғаннан кейін үстіне 1 жұмыртқаны салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Бұл қамырға артық су, ұн қоспаңыздар. Дәл осы рецептте қанша жазылған, сонша жазсаңыздар, идеальный тесто шығады. Міне біздің тестамыз дайын. Енді оны целлофанға салып, үстелдің үстіне 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Енді кезекті пиязымызды аршығаннан кейін ғана өлшейміз. Одан кейін оның үстіне суық суды құйып, осылай блендермен езіп аламыз. Міне біздің пиязымыз дайын. 500 грамм фарштың үстіне дайындалған пиязды, одан кейін дәміне қарай тұз бен бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, біздің салмамыз дайын. Енді пельмендерімізді жасауға кірісеміз. Мен қамырды осылай кішігірім 4 бөлікке бөліп алдым. Өзіме солай жасау ыңғайлы. Ал сіздерге қалай ыңғайлы, солай қамырды бөле берсеңіздер болады. Қалған қамырларды целлофанға салып қоямыз. Достар, енді қамырды жайған кезде қатты жұқа, не қалың қылдырып жібермеңіздер. Орташа қалыңдықта жасаңыз жаю керек. Әйтпесе жұқа қылдырып жайсаңыздар, піскен кезде жарылып кетуі мүмкін. Қамырымызды жайып алдық. Енді осындай дөңгелек формада кесіп шығамыз. Кез келген крышканы пайдалансаңыздар болады. Ескерте кететін жайт, егерде дөңгелектеріңіз кішкентай болған сайын пельмендеріңізде өте әдемі болып пісетін болады. Сондықтан да кішірек форма алғандарыңыз жөн. Енді пельмендерді түйеміз. Салмасын салған кезде қатты көп немесе тым аз қылдырып салып жібермеңіздер. Міне осылай сіздерге түйудің әдісін көрсеттім. Осылайша барлық пельмендерімізді түйіп шығамыз. Бұл пельмендерді морозильникте 2-3 аптаға дейін сақтауға болады. Міне біздің әдемі біркелкі пельмендеріміз дайын. Енді пісіретін боламыз. Міне біздің пельмендеріміз жабыспай, жарылмай, өте әдемі болып пісті. Егер сіздерде пельмендер шықпай жүрсе, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осы рецепт арқылы сіздер полуфабрикат ретінде заказға жазсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап, маған пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.